Қайырлы күн. Сіздермен теміртаулықтардың өмірінен шағын әңгімелер айдары. Теміртау қаласында тау туризмі мен альпинизмге байланысты бай тарихы бар екенін білесіздер ме? 1959 жылы Қарағанды металлургия зауытының қызметкерлері туризм секциясын ұйымдастырды. Ол 30-ға жуық саяхатқа әуес жандарды біріктірді. Клуб мүшелері Тянь-Шань, Памир, Кавказ және Кеңес одағының басқа таулы аудандарын бағыттарымен жүріп өтті. 64 жылы 7 мамырда Памир карталарында Теміртау атты асу пайда болды. Оны біздің туристер мен альпинистер ашты. Асудың ең биік нүктесі 4274 метр, сонымен қатар біздің қаламыздың атауымен аталады. Өкінішке орай таулар біздің бірнеше жерлестерімізді алып кетті. Олар жас турист Байнура Сарсекенов және тәжірибелі альпинистер Николай Рен және Энс Геннадий. 88 жылы коммунизм шыңында 7100 метр биіктікте қаза болған Геннадийдің денесі тек бір жылдан кейін ғана түсіріп алынды. Бұл қайғылы өлуге Теміртау қаласының альпинисті, спорт шеберіне кандидат және бірінші санатты нұсқаушы Андрей Викторович Федоров қатысты. Айта кету керек, Андрей Викторович Теміртаудағы 6-7 мыңжылдықтың алғашқы және жалғыз жеңімпазы. Ол 400-ге жуық тау шыңдарын бағындырған. Альпинист бүгінгі күнде біздің қаламызда тұрып және жұмыс істейді.